Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Көшпенділер мәдениеті қазақтың халық күнтізбесі бөлімі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық өнері ат жарысы, ат спортының түрлері. Сабағымыздың мақсаты. Сабағымыздың оқу мақсатына сай сіздің меңгеретініңіз тыңдалған мәтіннің мақсатты аудиториясы мен автордың негізгі ойын, көзқарасын анықтау, ауызша және жазба жұмыстарда ортақ етісті орынды қолдана білу. Сабағымыздың бағалау критерийі. Тыңдалған мәтіннің мақсатты аудиториясы мен автордың негізгі ойын, көзқарасын анықтай алады. Ауызша және жазбаша жұмыстарда ортақ етісті орынды қолданады. Бүгінгі сабағымызға байланысты кездесетін жаңа сөздер. Асау, қолға үйретілмеген ат. Көмбе, жарыс басталатын жерге қойылатын белгі. Мәре, жарысты аяқтап жеңімпазды анықтайтын жер. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыздың ережесіне тоқталып өтейік, балалар. Ортақ етіс. Іс-әрекетті орындаушының біреу емес, әлденешеу екенін білдіретін етістің түрі ортақ етіс деп аталады. Мысалы, ол сөйледі. Ол Алматыдағы ағасымен сөйлесті. Мен қар күредім. Мен қар күрестім. Айдос бақша суғарды. Айдос әпкесімен бақша суғарысты. Сонымен балалар ортақ етістің жұрнақтары ыс, іс, с. Балалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты мына суреттерге қарай отырып, қазақтың ұлттық ойындарын есімізге түсіріп өтейік. Балалар, қазір жақсылап мына мәтінді тыңдап, осы мәтінді тыңдай отырып, түйінді ойды ашатын үш сөйлемді жазамыз. Тыңдаймыз, балалар. Ер қанаты ат деп білген қазақтың өмірін жылқысыз көзге елестету қиын. Асауды үйрету, бәйгеге шабатын атты баптау, тұлпарды тану, қызықты жарыстар өткізу, ер-тұрман әбзелдерін жасау қазақ халқының жылқыға жақындығын көрсетеді. Қазақ алдымен өзін жылқы мінезді жұртпыз деп санайды. Жылқы ішінен тұлпарын таңдап, бәйгеге қосады да, ат озғанның бағы да озады деп біледі. Жылқы ат құлағында ойнаған көшпелілерде негізгі көлік және түрлі шикізат көзі болды. Жеке мінетін аты жылқысы жоқ адам болмаған. Жақсы ат жеті қазынаның біріне саналып, көшпелі өмірде аса маңызды орынға ие болды. Біздің ел ертеден-ақ жылқы баққан, қолға алғаш үйретіп ноқта таққан, жүйріктерін ішінде таңдап алып, сын сағатта ерлері жауға шапқан. Қазақтар тойда, ойын-сауықтарда, ат үстінде ат жарыс, қыз қуу, көкпар тарту, аударыспақ, теңге ілу секілді ұлттық ойын түрлерін көрсеткен. Бұл ойындарда жиналған қауымның мәртебесі сынға түсетін болған. Қазақы ортада аламан бәйгеге бір тай, құнан, жорға жарысын өткізу үдеріске айналған. Ат жарыстың билігі елге беделді ақсақалдарға жүктелген. Олардың бірі көмбеге, бірі мәреге жауапты болған. Бәйге атына балаларды отырғызған. Балалар,
Мәтінге байланысты бірінші тапсырма сіздерге. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша нақты сұрақтарға жауап беріңіздер. Жауапта жаңа сөздерді қолданыңыздар. Басшылыққа алатын дескриптор нақты жауап береді, жаңа сөздерді тиімді қолданады. Бірінші сұрақ. Жылқы малын ең алғаш қолға үйреткен қай халық? Екінші сұрақ. Жігітке қатысты айтылған мақалды айтып бер. Үшінші сұрақ. Қазақтар бәйгеге қосатын жүйрік жылқыларды қалай атаған? Төртінші сұрақ. Ат жарыс кімге, неге және неге сын? Бесінші сұрақ. Ат жарысын қай кездерде ұйымдастырған? Балалар, осы сұрақтарға жауап бере отырып, ықтимал жауаптармен салыстырыңыздар. Келесі тапсырма балалар сіздерге. Берілген сөйлемдер мен сөз тіркестердегі етістіктерді ортақ етіске айландырып жазыңыздар. Төмендегі дескрипторды негізге аламыз. Үшінші тапсырма балалар сіздерге. Берілген сөйлем мен суреттерді сәйкестендіреміз. Сәйкес суреттерді табады, сөйлеммен дұрыс сәйкестендіреді. Аударыспақ. Салт аттылардың бірін-бірі ер үстінен аудару сайысы. Бәйге атына балаларды отырғызатын болған. Көкпар. Аттың бабы мен жүйріктігін сынайтын спорт түрі. Теңге алу. Жігіт шауып келе жатып, шүберекке түйілген теңгені тез іліп алуы шарт. Балалар, өздеріңіздің жауаптарыңызды сәйкестендіріп көріңіздер. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша сіздерге берілетін кері байланыс сұрақтарды жазбаша жауап берулеріңіз керек болады. Бірінші, бүгінгі сабағымыздан қандай пайдалы ақпарат алдыңыз? Екінші, сабақ бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Үшінші, сізді бүгін не қызықтырды? Сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Көп рахмет, сау болыңыздар.